محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Жаратқан Алла Тағалаға сансыз мақтау мадақ болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафаға салауаттар мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді жамағат, құрметті бауырлар, баршаңызға күндердің төлесі жұма күні мүбәрәк болсын. Мұсылман адамдардың ең үлкен мақсаты, мұраты жаратушы Алла Тағаланың разылығына кенелу. Ол бұл дүниедегі әрбір ісін, айтатын сөзін, жасайтын құлшылығын Алланың разылығы үшін арнайды. Өйткені Алланың разылығы пендеге берілетін ең үлкен нығмет. Алла Тағала қасиетті Құранның Тәуба сүресінің 72-ші аятында Аузу биллахи минаш шайтанир раджим وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah mümin yerler мен mümin әйелдерге астарынан өзендер ағатын, олар онда мәңгі қалатын бақшалар және Адын жәннатында көркем орындар уәде етті. Ал Алланың разылығы өте зор тас. Міне, осы үлкен жетістік деп айтқан Құрандағы аят бар екен. Барлық пайғамбарлардың ғибратты ғұмыры Алла Тағаланың разылығын табу үшін өткен. Мұса пайғамбар оған Алланың сәлемі болсын, ілесіп келе жатқан қауымын күтпей, асығыс жүріп, межелі жерге жетеді. Оған, «Ей, Мұса, сен қауымыңнан не үшін асығып келдің?» деп сұрағанда, ол Мұса пайғамбар айтады, «Ва ажилту илейка робби литарзо» дейді. Раббым разы болу үшін саған асықтым деп айтады Мұса пайғамбар. Деп жауап бергендігі қасиетті Құранда айтылады Таха сүресінің 84-ші аятында. Адам баласының өмірінде екі жол бар. Бірі жаратушысының разылығына кенелсе, екіншісі керісінше Алла Тағаланың разылығынан махрұм етеді. Сол себепті де екі дүние бақытына кенелуді қалаған жан әркез жаратушысының разылығына жетелейтін істерді атқаруға үлкен мән беруі тиіс. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Сахабаларын Алланың разылығына кенелуге себепші болатын істерді жасауды үндейтін. Мысалы, хадис шарифте расында Алла Тағала сендердің үш істеріңе разы болып, үш әрекеттеріңе наразы болады. Сендердің Аллаға ешбір нәрсені ортақ етпей, құлшылық етулеріңе, тұтас болып Алланың дінінен мықтап ұстауларына және де бөлінбеулеріңе разы болады. Сондай-ақ алып қашпа сөзге ерулеріңе, қажетсіз көп сұрақ қоюларыңды және де мал дүниені бекер шашуларыңды құптамайды деген имам Муслимде келген хадис екен. Негізгі Алланың разылығы үшін атқарылған әрбір іс ізгі пендені жаратушысының разылығына жетелейді. Алайда мынадай кейбір істерді істеген пенделерге жаратушының разылығы болатындығы турасында хадис шарифтерде айтылған. Бірінші, ата-ананың разылығын алу. Ата-ананы разы етіп, олардың ақ батасын алу. Бұл жаратушыны разы ететін ең сауапты іс. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ризаллахи фи ризаул аулади ва сахатуллахи фи сахатул валидайни дейді. Алланың разылығы ата-ананың разылығында, Алланың ашуы ата-ананың ашуында деп айтқан екен имам Тирмизиде. Ата-анаға қарсы шығып, олардың айтқанын тыңдамау, ашуына қалу Алланың ашуына себепші болады екен.
Алла елшісіне, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір кісі келіп, уа Алланың елшісі, мен Алладан басқа Тәңірдің жоқтығына, сен Алланың құлы әрі елшісі екендігіне куәлік беремін. 5 уақыт намазымды оқимын, малымнан зекет беремін, Рамазан оразасын ұстаймын дегенде ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Кімде-кім осы күйде өлсе жәннаттық болады. Пайғамбарлар, шыншылдар және шахидтермен бірге болады деп айтқан екен. Егер ата-анасына бойұсынған болса деп ата-ананы астын сызып айтып кеткен екен. Жаңағы амалдардың бәрін орындап келіп, ата-анасы жаңағы баласына қарсы болып тұратын болса, онда орындап жүрген құлшылық ғибадаттың барлығы бекер кетіп қалуы мүмкін екен. Сондықтан да осындай ата-ана деген мәселеге көп көңіл бөлу керек деген айтып жатыр осы хадисте. Бір үлкен қисса бар. Соны сіздерге жақсылап баяндап берейін. Құлақ салып тыңдап отырыңыздар. Бірде ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сахабаларыменен отырған кезде сендерге Йеменнен бір ру келеді. Солардың ішінде Уайс ибн Әмір деген кісі болады. Оның денесінде тері ауруы болған. Сол ауруынан дирхамның көлеміндей жерден басқасын Алла емдеп жіберген. Егер ол Алладан бір нәрсе сұраса, оның сұрағына міндетті түрде жауап беріледі. Оның сырқат анасы бар. Ол анасына өте көркем игі қарым-қатынас танытады. Уа Омар, егер шаман келсе, оны көрген кезіңде сен оған Алла Тағала күнәларыңды кешіруін сұрап, дұға етуін өтін деп Хазіреті Омар, оған Алла разы болсын, халифа болған кезінде Йеменнен бір тайпа келеді. Енді соның халифа болған кезіндегі уақытты келеді деп айтып, пайғамбарымыз болжап осы жағдайдың болатынын айтып беріп отыр. Сонда Омардың өзінің халифа болған кезінде бірақ келіпті жаңағы Йеменнен келетін тайпа. Сонда Омар олардан араларында Уайс ибн Әмір деген кісі бар ма деп сұрайды. Сонда адамдар таң қалысып бар деп жауап береді. Хазіреті Омар, Алла оған разы болсын, онымен кездесіп, Уайс ибн Әмір деген сен бе деп сұрайды. Ол айтады, иә деп жауап қатады. Халифа оған, сен Мурат деген рудансың ба деп сұрайды. Сонда бойында тері ауруы болған екен. Алла шифа беріп, дирхамдай жерден басқасының жердің бәрі жазып кеткен екен. Сен сырқат анаңды күтіп, қарауың себепті Алла елшісімен жолға алмақсың дейді. Уайс айтады, иә, дәл солай дейді. Халифаның айтқанына таң қалсын. Хазіреті Омар айтады, Алла ол кісіге разы болсын, мұны маған Алланың елшісі айтты. Оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Саған айтар өтінішін мен үшін Алла Тағаладан кешірім сұрап, дұға етші деп бата сұрайды жаңағы Уайстан. Уайс ибн Әмір, Алла оны рахмына алсын. Анасы сырқаттанып, оны күндіз-түні уайымдап, сол кісіге қараймын деп пайғамбарымызбенен оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, кездесуге келе алмаған адам, оның анасына деген игі қарым-қатынасының себебінен Алла оның есімін ардақты пайғамбарларға оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын білдірген. Есімінің кім екендігін, қандай сахаба екендігін Алла білдірген. Хазіреті Омар, оған Алла разы болсын, тірі күнінде жәннатпен сүйіншіленген сахабалардың қатарында бола тұра, Уайс ибн Әмірге барып, өзі үшін дұға етуін өтінуі ата-анаға деген құрметтің пендені қаншалықты үлкен дәрежеге көтеретінінің белгісі. Бұның дәрежесі Омарға бата беріп тұрғаннан кейін
бұның дәрежесі үлкен болып тұр. Омар да жәннати, бірақ та ана кісінің тағы да Алладан кешірім болуын дұғасын алшы деп пайғамбарымыз тірі кезінде соған кәдімгідей айтып беріп кеткен. Соның келетінін білген. Бір рет пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның тірі кезінде осы кісі шешесінен сұрап келеді ғой. Сонда келген кезінде апасы айтады, тура пайғамбардың үйіне бар, үйінде болса жол, сосын тура сол жолмен қайт дейді. Сосын үйіне барады, үйіне барса үйінде жоқ екен. Сосын пайғамбар мешітте екен. Соны күтпейді. Сұрайды да, жоқ па, жоқ, қайтадан орнынан қайтады да, Йеменге қайтадан қайтып кетеді ауылына. Өйткені апасының айтқан уәдесі бар ғой. Көрдіңіз ба? Бұл ана атын білдірді деп бағана айтты ғой әңгімеде. Мына үйге уайыс келді ме дейді. Иә, бір кісі келді. Пайғамбардың үйге келген кезде уайыстың сол жерге келгендігін Алла білдірді. Көрдіңіз ба? Атына дейін білдірді. Оның мына жерге келгенін исін де бәрін де сездіріп Алла Тағала өзі білдіріп отыр ғой пайғамбарымызға. Сонда пайғамбарымызға деген, дінге деген ықыласының өте қатты, иманы өте күшті кісі екендігінің уайыстың. Сонда иманды кісі болып тұрып, анасын қимай үлкен кісіні. Күнде сол кісіге қарай, тамағын беріп, сол елдің жаңағыдай малын бағады жаңа уайыстегі кісі. Малын баққан кісілердің бәрі риза болады. Сен малымызды баққаннан бастап, малымыздың сүті көбейді. Үйімізге береке келді деп жаңағыдай риза болады. Бір кішкентай азын-аулақ айлықтарын береді жаңағыдай малды баққан үшін. Соған ол кісі риза. Сөйтіп жаңағы анасына әкеліп жаңағыдай сүтін тамағын беріп күндерін көріп өткен сахаба. Пайғамбарымыздың жаңағыдай түрін көрмесе де сондай сыртта жүріп иман келтірген. Өте қатты пайғамбарымызға деген сүйіспеншілігі болған сахаба. Енді екінші Алла Тағаланың разылығын алудың екінші жолы. Бірінші жол жаңағы ата-анасының разы болу дедік қой. Енді екіншісі Алланың берген нығметтеріне шүкірлік ету. Жаратушымыздың адамзат баласына берген нығметтері өте көп. Алла Тағала қасиетті Құранның Нахл сүресінің 18-ші аятында Астағфируллах ва ин та'удду ни'маталлахи ла тухсуха инналлаха лагофурур рахим дейді. Алланың нығметін санасаңдар, санына әсте жете алмайсыңдар. Әлбетте Алла жаратушысы әрі рахымшыл. Алла Тағала жарылқаушы әрі рахымшыл деп айтқан екен. Жаратушы берген нығметтердің қадірін біліп, оған шүкірлік етіп, оған мақтаулар айту Алла Тағаланың разылығына жетелейтін іс. Алла Тағала қасиетті Құранның Бақара сүресінің 172-ші аятында Аузу биллахи минаш шайтанир ражим Я айюхаллазина аману кулу мин тойибати ма разақнакум вашкуру лиллахи ин кунтум ияху та'будун дейді. Ва иман келтіргендер, біз сендерге разылық етіп берген нәрселеріміздің жақсыларынан, адалдарынан жеңдер және Аллаға шүкірлік етіңдер. Егер шын мәнінде оған құлшылық ететін болсаңдар деп айтқан екен аятта. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Расында Алла тамағын жегеннен кейін Аллаға мақтап айтқан әрі сусындарын ішкеннен кейін Аллаға мақтау айтқан құлына разы болады деп пайғамбарымыз айтқан екен. Бірдеңені ішесіз ба, Алла Тағалаға разымын, әлхамдулилля деп айтып қойыңыз. Тамақ жейсіз ба, әлхамдулилля, Аллаға шүкір, разымын деп айтып қойыңыз. Сондай адамдарға Алла разы болады деп пайғамбарымыз айтқан екен. Ғалымдардың бір сөздері, кімде-кім Алланың берген аз нығметіне ризалық білдірсе, Алла ол адамның аз ісіне риза болады.
аз берген нығметке маған неге аз бердің деп қанағатсыздық көрсетпей разы болатын болса, сол кісінің аз ғибадат жасаған болса да Алла разы болады екен. Оның ана берген нығметіне разы болғаны үшін. Көрдіңіз бе? Бірінші шүкірлік етудің түрлері. Бірінші жүрекпенен шүкірлік ету. Жүрегімізмен нығметті берушіге разы болуымыз жүрекпен шүкірлік етуге жатады. Екінші тілмен шүкірлік ету. Тілімізбен Алла Тағалаға мақтаулар мен мадақ айту. Үшінші дене мүшелерімізбен шүкірлік ету. Алла Тағаланың разылығын көздеп, оның бұйырған бұйрықтарын орындау. Айша анамыздан Аллаһ разы болсын келген хадистерінде былай делінген: Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, түнгі намаз оқығанда аяқтары ісіп кететін еді. Мұны көрген Хазіреті Айша анамыз: "Я Алланың елшісі, Алла Тағала сіздің бұрын-соңды күнәларыңыздың барлығын жазылған жоқ па? Сіз неге осынша Алла Тағалаға қатты шаршайсыз? Сізге өзіңіз қиындық жасайсыз" деп пайғамбарымызға айтқан кезінде пайғамбарым айтады екен: "Мен шүкірлік етуші пенде болмаймын ба?" деп жауап берген екен. "Афала акуну абдан шакуро" деп пайғамбарымыз айтқан екен. Бұл хадисте ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, намаз оқу арқылы жаратушысына шүкірлік еткендігі баяндалған. Бізде нәпіл намаздардың ішінде шүкір намаз деген бар ғой. Сол шүкір намазды тұрып оқысаңыздар, намаз оқығанның өзі сөйтіп жаңағыдай Алла Тағалаға шүкірлік етудің бір жолы екен. Соны пайғамбарымыз осылай жасағандығын көрсетіп отыр. Намазды уақытында оқу. Намаз исламның 5 парызының бірі. Әрі құлшылықтардың ең абзалы. Жаратушымыз Алла Тағалаға қасиетті Құранның 87 жерінде намаз оқуды бұйырған. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, намазды діннің тірегі, мүминнің миғражы, жұмақтың кілті, көзінің нұры деп түрлі атаулармен атаған екен намазды. Бұның барлығы намаз оқудың қаншалықты маңызды екендігінің көрінісі. Абдулла ибн Мас'уд жеткізген хадисінде: "Сәлту набий саллаллаху алейхи ва саллям: Айюл амали ахаббу иля Аллахи азза ва джалла? Қал: ас-салату аля вақтиха" деген екен. Бірде мен Алла елшісінен, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Алланың бәрінен де жақсы көретін ісі қандай деп сұрадым. Ол кісі айтты: "Өз уақытында оқыған намаз" деп жауап берген екен. Қазақ халқында халыққа жағам десең қазанды бол, Құдайға жағам десең азанды бол дейді. Намаз оқу жаратушысының разылығына жетелейтін үлкен іс екендігін айтқан ата бабамыз. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: "Қиямет күні пенденің жасаған істерінен ең әуелі сұралатыны намаз. Егер намазы дұрыс болса, онда пенде қуанышқа бөленіп, ізгілікке қол жеткізеді. Егер намазы дұрыс болмаса, онда апатқа ұшырап, қайғыға түседі" деген екен. Осы себепті адам баласы әрбір намазына ерекше мән беріп, оны уақытында әрі шынайы ықыласыменен оқуға барынша тырысуы қажет. Қиямет қайымда ұлы Раббымыз пенденің барлық істерінен хабардар бола тұра періштелеріне: "Құлымның парыз намазына қараңдар, оны толық орындап па екен? Көріңдер, кемістігі бар ма?" деп сұрайды. Егер оның парыз намаздары толық болса, намаз сауабы толықтай жазылады. Егер парыз намазында нұқсандық болса, Алла Тағала: "Құлым нәпіл намаздарын толық орындаған ба екен?" деп сұрайды. Егер нәпіл намаздары толық оқыған болса, Алла Тағала: "Құлымның нұқсан болған парыз намаздарын нәпілдерменен толтырыңдар" деп періштелерге бұйырады екен.
одан кейін парыз болған басқа да істері жайында өстіп орындарын бір-бірімен толтырады екен. Алла Тағала рахым ететін пендесіне сөйтіп өзі жақсы жағына қарай, пендем менің кешіріміме, менің жәннатыма бөленсінші деп жақсы жағына қарай көп нәрсені Алла Тағала өзі жасап береді екен. Біздің намазымыздың артындағы оқитын сүннеттарымыз, нәпіл намаздарымыз, солардың барлығы бұрынғы өтіп кеткен, қаза болып қалған, ұмыт кеткен бір намаздарымыз бар ғой, жаңағыдай балағатқа толғанға дейінгі бір намаздарымыз бар, иә? Солардың барлығының орнын толтыруға Алла Тағала себепші қылады дейді. Сол осы біздің қазіргі қосып оқып жатқан сүннет намаздарымыз, жаңағыдай нәпіл намаздар болып есептеледі. Сонан кейін Алла Тағаланың разылығына бөленуге, жетуге апаратын бір жақсылық әдетіміз, ісіміз бұл тазалық. Тазалық иманның жартысы дейді. Алла Тағала әркез таза жүрген құлын жақсы көріп, оларға риза болады. Қасиетті Құранның Бақара сүресінің 222 аятында Астағфирулла, инналлаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатаххирин деген аят бар екен. Шүбәсіз Алла пендешілікпен істеген күнәнің артынша қатты өкініп, тәуба ететін тәубашыл құлдарын және үнемі тазаланушыларды жақсы көреді деп айтқан екен. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ас-сивакул матхаратун лил-фами мардатун ли-робби деп айтқан екен. Тіс тазалағыш ауызды тазалайды, әрі Алланың разылығын алып, сол адамды Алла Тағаланың разылығына бөленеді деп айтқан екен. Мынау қазіргі заманда біз тіс сүрткісін қолданамыз, пасталарды қолданамыз, порошоктарды қолданамыз, сөйтіп тісімізді ысамыз. Соның барлығына ауыз қуысының таза болып тұруына, сіздің аузыңыздың жақсы раушан иісі шығып тұруына, ішінде микробтардың жаңағыдай шіріп жаман иіс болмай тұруына, ол денсаулықтың жақсы болуына, соның барлығына себепкер. Әр намаздың алдында аузыңызды бір шайқап, бір ысып, жақсы иіс қылып, сөйтіп намаз оқысаңыз, сол оқыған намазыңыздың өзінде сізге сол үлкен сауаптар жазылады. Жай оқыған намаздан гөрі мисуакты қолданып оқыған намаздың сауабының дәрежесі үлкен деген. Сонда ауыз қуысының таза болуына үлкен мән беріп отыр. Пайғамбарымыз осы хадисті келтіріп отыр. Жаратушы разылығына жетелейтін іс екендігін айтқан осы хадисте. Осыны ескерген мұсылман жан әркез денесінің киімінің айналасының тазалығына үлкен мән беруі тиіс. Тағы бір хадисінде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Алла Тағала жомарт құлдарын жақсы көреді. Алла Тағала таза, денеден тазаланғандарды жақсы көреді деп айтқан екен. Сондықтан да үйлеріңіздің маңайын таза ұстаңыздар деп біздерге Алла Тағаланың жақсы көретін құлдарының қатарынан көріну үшін тазалыққа мән беруіміз керек екендігін білдіреді имам Тирмизи. Ендеше асыл дініміз исламда тазалық жолында жасалған әрбір әрекет жоғарғы бағаланады және оны іске асырған пендеге мол сауаппенен жаратушының разылығы уәде етіледі. Мұсылман адамның ғибадат құлшылықтарының қабыл болуы тазалығына байланысты, таза емес пендеге намаз оқуға, қасиетті Кағбаны тауап етуге және Құран кітабын қолмен ұстауына болмайды. Құрметті жамағат, жаратушының разылығын көздеп ізгі іс істеген пенде ақыретте де разылыққа кенеледі. Алла Тағала қасиетті Құранның Ләйл сүресінің 19-21 аяттарында айтады: وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى дейді. Оның онда ешкімге берер еселі сыйлығы жоқ, бірақ ұлы Раббының ризалығына ғана іздейді. Сондай-ақ ол таяуда разы болады деп айтқан екен. Ендеше қадірменді жамағат, кейде мән бермей, рахмет деген сөздің баламасы ретінде қолданып өзіміз айтып жатқан Алла разы болсын деген сөз
мұсылманның мұсылманға тілейтін ең үлкен жақсылық дұғасы, әрі ақыретте пендеге берілетін ең үлкен мақам, биік дәреже. Хадис шәрифте Алла тағала жәннаттық адамдарға уә жәннат иелері өздеріңе берілген нығметтерге разы болдыңдар ма деп сұрайды жәннаттағы адамдарға. Сонда ол адамдар айтады: уа Раббымыз, сен бұның бұрын соңды ешбір пендеге бермеген нығметтерді бізге бердің. Біз қалайша разы болмаймыз деп айтады. Сонда Алла тағала айтады: сендерге бұдан да абзалырақ беретін тағы да бір нығметім бар дейді. Уа Раббымыз, бұл нығметтерден артық не нығмет болуы мүмкін дейді, жәннаттан артық. Сонда мен сендерге разы боламын, әрі еш уақыт қаһарыма душар етпейсіңдер деп айтады. Соңғы разы болатын жері Алла тағаланың. Сүйікті құлдарына Алла тағала өзі сол уақытта көрінеді дейді. Ол да бір үлкен пендеге берілетін нығметі Алланың. Алла тағала баршамызды өзі разы болатын ізгі істерге бекем етіп, қасиетті жұма күнгі дұға тілектерімізді Алла тағала қабыл етсін. Амин. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri kulkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir ve sahhil aleyna ya Rabbi ve tammim bil khayr. Bi rahmetike ya arhamar rahimin. Allah.